Береміз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері Жамбыл облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңына қош келдіңіздер. Добрый день, уважаемые коллеги, представители средств массовой информации. Добро пожаловать на пресс-конференцию региональной службы коммуникации Жамбылской области. Кезекті конференциямыздың тақырыбы 2021 жылдан төленетін әлеуметтік төлемдердің жаңа мөлшері. Сегодняшняя тема нашей конференции – новый размер социальных выплат с 2021 года. Осы тақырып төңірегінде сөз қозғайтын спикерлерімізбен таныстырып өтейін. Зейнебеков Мұрат Серікұлы, Қазақстан Республикасы, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, Еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаменті басшысының міндетін атқарушы. Исполняющий обязанности руководителя Департамента труда, социальной защиты и миграции по Жамбылской области, Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Жанаева Айман Тілеубайқызы, номері 3 зейнетақы және әлеуметтік қамсыздандыру бөлімінің басшысы, руководитель отдела пенсионного и социального обеспечения номер 3. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер, және Мұрат Серікұлы, сөз тізгіні өзіңізде. Саламатсыздар. 2021 жылдың 1 қаңтарында әлеуметтік төлемдердің жаңа мөлшері туралы мәлімет. 2021-2023 жылдарға республикалық бюджет туралы Қазақстан Республика заңына сәйкес 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап келесі көрсеткіші белгіленді. Күнкөріс деңгейі 34.302 теңге. Айлық есептік көрсеткіш 2917 теңге. Ең төмен айлық табыс 42500 теңге. Толық еңбек өтілі үшін зейнетақының ең төменгі мөлшері жылдан тағайындау үшін 43272 теңге. Базалық зейнетақы төлем ең төменгі мөлшері 18524 теңгені құрайды. Бірінші, жасына байланысты және еңбек сіңірген жылдар үшін зейнетақы мөлшерінің төлемдері 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап алынатын мөлшері 7%-ға көбейтілді. Зейнетақы төлемдерін есептеу үшін ең жоғары табыс 46-ға еселенген. Айлық есептік көрсеткіш құрайды. Осыған орай 2021 жылдың 1 қаңтардан жаңадан есептелетін зейнетақы төлемдері есептеу үшін арналған ең жоғары табыс 134.182 теңгені құрайды. Екінші, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшерлері. Қазақстан Республикасы мүгедектігі бойынша асыраушысынан айырылу жағдай бойынша берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы 1997 жылы 16 маусымда 126 заңына 12, 16, 18 баптарында көзделген мөлшерде белгіленеді, және күнкөріс деңгейі ұлғаюына байланысты артырылады. Номер 1, 2 тізімдер бойынша берілетін мемлекеттік арнайы жәрдемақылардың бала тууға байланысты бір жоғы мемлекеттік жәрдемақының бала 1 жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты мемлекеттік жәрдемақының арнаулы мемлекеттік жәрдемақылардың алтын алқа, күміс алқа белгілерімен марапатталған немесе бұрын батыр ана атағын алған және ана даңқы орденімен марапатталған көп балалы аналарға берілетін мемлекеттік жәрдемақылардың 4 және одан да көп бірге тұратын жасы кәмелетке толмаған балалардың бар отбасыларға, оның ішінде орта техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі оқу нысаны бойынша білім алатын. Олар кәмелет жасқа толғаннан кейін білім беру мекемелерін аяқталған уақытқа дейін, бірақ 23 жасқа толған дейін мемлекет жәрдемақыларын, сондай-ақ Семей ядролық полигон ядролық сынақтарынан салдарынан зардап шеккен азаматтар және жаппай саяси қуғын-сүргін құрбанына тағайындалған бірақ төленбеген бір жолғы ақшалай өтемақылар мөлшері айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің ұлғаюына байланысты артылады. Бағана 23 жас деп айтылған нәрсені қысқаша түсіндіріп кетейін. Ол дегеніміз кәмелетке толмаған бала 18-ге толады. Содан кейін оқу орнына түсіп жатқан жағдайда 23 жасқа дейін ата-аналарына бағана жәрдемақы төленеді. Немесе ол бала оқып жатқан жағдайда 23 жасқа дейін. Соны көп ата-аналар түсінбейді, кейбіреулер одан да арғай оқып жатады, бізге неғып төленбейді деп жатады. Сол көп сұрақ туғызады. Бала күндізгі нысанда оқығанда 23 жасқа дейін төленеді. Төртінші, мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналарға
қамқоршыларға мемлекеттік жәрдемақының бала кезінен бірінші топтағы мүгедекке күтімді жүзеге асыратын отбасыларға адамдарға мемлекеттік жәрдемақының мөлшері 2021 жылдың 1 қаңтарынан күнкөріс деңгейі ұлғаюына байланысты арттырылады. 5. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап ең төменгі күнкөріс деңгейі шамасының ұлғаюына байланысты арттырылады. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлем мөлшері 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы Қазақстан Республикасы заңының 4 бабына сәйкес күнкөріс деңгейі жаңа мөлшеріне пайыздық арақатынаста белгіленеді. 6. Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2012 жылғы 4 мамырдағы номері 168 ÖM бұйрығымен бекітілген қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына келтірген зиянды өтеу жөнінде төлемдерді капиталдандыру кезеңі аяқталғаннан кейін банкроттық салдарынан таратылған заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының азаматтарына ай сайынғы төлемдерді жыл сайын арттыру Қазақстан Республикасы ұлттық банкі ұсынатын келесі 3 жылға арналған жылдық инфляцияның болжамы деңгей негізінде жүргізіледі. Осыған байланысты 1 қаңтар 2021 жылға дейін тағайындалған қызметкердің өмірі мен денсаулығына келтірген зиянды өтеу жөніндегі төлемдерді капиталдандыру кезеңі аяқталғаннан кейін банкроттық салдарынан таратылған заңды тұлғалары Қазақстан Республикасы азаматтар ай сайынғы төлемдер 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап алатын мөлшер 5%-ға арттырылады. Рахмет, Марат Серікұлы. Айман Пилбайқызы, сөз өзіңізде. Добрый день. На основании закона Республики Казахстан по республиканскому бюджете на 2021-2023 годы с 1 января 2021 года установлены следующие показатели. Месячно-расчетный показатель в размере 2917 тенге, прожиточный минимум 34 302 тенге, минимальный размер заработной платы 42 500 тенге. Минимальный размер пенсионных выплат по возрасту при полном стаже работы 43 272 тенге. Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты 18 524 тенге. Размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет увеличиваются на 7% от получаемых размеров. Максимальный доход, учитываемый для назначения пенсионных выплат по возрасту, не должен превышать 46-кратного размера месячного расчетного показателя. То есть это будет равняться 134 182 тенге. Размеры государственных социальных пособий в соответствии с законом Республики Казахстан о государственных пособиях по инвалидности и на случай потери кормильца в Республике Казахстан увеличивается в связи с повышением прожиточного минимума. Пособия, следующие пособия, это как государственные специальные пособия по спискам 1 и 2, специальные государственные пособия, единовременное пособие государственное на рождение ребенка, ежемесячное государственное пособие по уходу за ребенком до 1 года, пособие государственным многодетным матерям, награжденным подвесками Алтын Алқа, Кумыс Алқа и получившим ранее звание мать-героиня и награжденные орденом Материнской славы 1 и 2 степени, многодетным семьям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающих по очной форме обучения в среднеобразовательных, высшеобразовательных заведениях, но не более 23 лет. А также назначенных, но не выплаченных единовременных денежных компенсаций гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. И эти данные пособия повышаются в связи с изменением, с повышением месячного расчетного показателя. Государственные пособия родителям, опекунам, воспитывающим ребенка-инвалида,
Государственные пособия по уходу за инвалидом первой группы с детства также повышается с изменением размера прожиточного минимума. Размеры государственных базовых пенсионных выплат в соответствии со статьей 4 Закона о пенсионном обеспечении Республики Казахстан устанавливаются пропорционально стажу в процентном соотношении к размеру прожиточного минимума и также повышаются в связи с изменением прожиточного минимума. В соответствии с пунктом 8 правил исчисления ежемесячных платежей гражданам Республики Казахстан после завершения периода капитализации платежей по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью работников юридическими лицами, ликвидированные вследствие банкротства, утвержденные приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 4 мая 2012 года, ежегодное повышение ежемесячных выплат осуществляется на основе прогнозного уровня годовой инфляции на последующие 3 года, представляем Национальным банком Республики Казахстан. И в связи с чем назначенные до 1 января 2021 года ежемесячные выплаты с 1 января 2021 года увеличиваются на 5% от получаемых размеров. Спасибо. Благодарим за доклад, Айман Кеубаевна. Құрметті әріптестер, біз енді сұрақтар бөліміне көшеміз. Белгіленген тақырып бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Есть ли у вас вопросы по заданной теме? Құрметті Мұрат Серікұлы, әлеуметтік желіден сізге біршама сұрақтар келіп түсіпті, соларды оқи кетейін. Атаулы әлеуметтік көмек алу үшін мүгедек баланың ақшасы доход болып санала ма, яғни кіріс көзі болып, күнкөріс көзі болып табыла ма деген сұрақ келіп. Извините, данный вопрос рассматривается не в нашей компетенции, и данный вопрос рассматривается местными исполнительными органами. Спасибо. Басқа да сұрақтарыңыз жоқ болса, осымен біз баспасөз конференциямызды жабық деп жариялаймыз. Келгендеріңізге рахмет, аман сау болыңыздар.